Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видео сабақта нағыз магистратура тестіне келген, яғни 21 шілде айында түскен сұрақтарды бірге талқылайтын боламыз. Сондықтан да бұл видеодағы сұрақтарды барынша жаттауға емес, мағынасын түсінуге тырысыңыздар. Сол кезде дәл бұл сұрақтар келмесе де, осы сұрақтарға ұқсас сұрақтар келген кезде дұрыс жауап бере алатындай мүмкіндіктеріңіз болады. Сондықтан да барлық видео сабақтардағы әрбір түсіндірмелерге мұқият назар аударыңыздар. Және сондай-ақ комментарийдағы менің сіздерге арнап жасаған нұсқаулықты жүктеп, өз беттеріңізше дайындалсаңыздар болады. Жақсы, олай болса, онда сұрақтарға көшелік. Бірінші сұрақ: I remember this man, the competition. Бірінші сұрақтың мағынасын түсінуге тырысайық. I remember, мен есімде, this man, әлгі адам, the competition. Competition бұл бізде сынақ, не болмаса қандайда бір жарыс. Мен бұл адамның жарыста жеңгенін есімде дейді. Осындай бір ситуацияны көз алдыңызға елестетіңіздер. Адам, мысалы, жеңіл атлетикада жарыста ең алдында бірінші орында келіп, жеңіп бара жатырған көрсеңіз, сол моментте, онда сіздер осы жағдайда winningді қолдана аласыз. I remember this man winning the competition. Мен әлгі адамның жарыста жеңіп бара жатырғанын көрдім. Ал енді, егер әлгі адам жарыста жеңіп, жүлдені алып, нәтижесін көрсеңіз, онда сіз бұл жағдайда I remember this man win the competition. Яғни сын нұсқасын белгілеуіңізге болады. Бірақ I remember this man win the competition. Бұл non-natural, табиғи естілмейді. Бұл жерде, осы сөйлемді, мұндағы сын нұсқасын дұрыс ету үшін біздер I remember seeing this man win the competition болса, онда сәйкесінше мына сөйлем мағыналы сөйлем болушы еді. Сондықтан да біздер сын нұсқасын дұрыс жауап ретінде бұл жерде белгілемейміз. Дұрыс жауап ретінде А нұсқасын белгілей аламыз. Ал қалғандары, мысалы, win деген сөз жоқ, won бол керек өткен шақта. Ал бұндай жағдайда біздер this man won деген өткен шақтағы етістікті мүлдем қолданбаймыз. Сонда бізде дұрыс жауап тек А нұсқасы болады екен. Екінші сұрақ: The comes every morning. Яғни почташы, почтальон. Postman, А нұсқасы бізде дұрыс. Postman емес, postman емес, postman. Олардың барлығы бізде қате жазылған сөздер. Үшінші сұрақ: She had paint on her hands because she all the day. Енді қарайық. She had paint. Had дегеніміз ол бізде өткен шақ, Оның қолында не болды дейді? Краска болды дейді, бояу болды, және ол себебі күні бойы, яғни бояумен уақытын өткізген еді. Енді қараңыздар. Өткен шақта болғаннан кейін, яғни біздер өткен шақтағы орындалған іс-әрекет туралы айтып жатырмыз керек. Демек, мұнда біздер has және have дегендерді не істейміз? Сызып тастаймыз. Себебі бұлар бізде present perfect continuous шақтар. Енді was drawing деп айта алмаймыз. Себебі was drawing дегеніміз тек белгілі бір уақытта, өткен шақта, және оның қалай айтсақ болады, нақты аяқталған уақыты болуы тиіс. Және сондай-ақ past continuous'тың қолдану жағдайларына назар аударатын болсақ, бұл екі іс-әрекет қатарынан орындалып жатырған кезде, және оның while деген анықтауыш сөз болса, онда біздер оны 100% past continuous шағы деп айта алатын едік. Сондықтан да мұнда в нұсқасын дұрыс жауап ретінде алып қарастыра алмаймыз. Дұрыс жауап ретінде біздер сын нұсқасын аламыз, She had been drawing all the day. Сын нұсқасы дұрыс. Енді мұнда past perfect continuous шағының дұрыс болу себебі, мұнда because деген сөз іс-әрекетті қайтадан не алыптыр? Өткен шаққа орындап беріп жатыр. Себебі paint, яғни оның қолындағы бояудың болуына дейінгі оның жасаған іс-әрекетін айту мақсатында біздер мұны had been drawing сын нұсқасындағы past perfect continuous шағын қолданып тұрмыз. Жалпы бұндай етістіктің күрделі шақтарын түсіну және оларды шындай күнделікті өмірде қолдану шамалы қиынырақ болғанымен, осындай мағыналарына тереңірек түсінетін болсаңыз, онда дұрыс жауапты табуға болады. Басты логикаңызды іске қосуыңыз қажет.
Төртінші сұрақ, find an example of subjunctive mood. Subjunctive mood, жалпы, бірінші, subjunctive mood деген не екеніне тоқталайық. Бұл қазақ тіліндегі қалау рай дегенге келеді. Иә, мына қараңыздар, оның қай жағдайда қолданады? Тоқталайық. Desire and wishes. Қалау, не болмаса тілек мақсатында. To express comments, қандай да бір басқару мақсатында, comment. Suggestions, requests, ұсыныс. The statement of necessity, адамның қажеттілігін жеткізу барысында. Or to describe hypothetical outcomes that depends on certain conditions. Яғни қандай да бір ситуацияларға байланысты гипотезалық, яғни мүмкін болып табылатын нәтижелерді туралы айтқан кезде біздер осы subjunctive moodті қолданамыз. Енді subjunctive moodке нелер жатады? I wish I деп басталатын сөйлемдер, if only деп басталатын сөйлемдер, және үшіншісі ол conditional sentences, яғни шартты сөйлемдердің екінші және үшінші түрлері осы subjunctive mood болып табылады. Сонда мұнда бізде I wish I could give you an answer. В нұсқасы дұрыс болып табылады. Жалпы I wish деп басталса, онда егер нұсқалардың ішінде, онда бірденен соны subjunctive mood деп белгілеуіңізге болады. Бесінші сұрақ. My friend lives in... Менің досым Голландияда тұрады. Голландияның дұрыс жазылуы бізде в нұсқасы, Holland. Енді мемлекеттердің алдында the, a деген артикль келмейді. Егер ол қандай да бір мемлекеттердің жиынтығы, не болмаса федерация болса, мысалы, Америка құрама штаттар, Америка деп айтпаймыз ғой, оны Америка құрама штаттар, штаттардың жиынтығы. Сондықтан да ол штаттардың жиынтығы болғандықтан the United States of America, не болмаса біріккен араб әмірліктердің жиынтығы болғандықтан біздер the United Arab Emirates деп айтамыз. Ал Голландия деп ол кезінде тек бір ғана мемлекет болған, Қазақстан секілді. Сондықтан оны Holland деп атаймыз. Қазір осы Голландияны атау өзгерді the Netherlands деп. Бірақ бәрібір де бізде мұнда в нұсқасы дұрыс. Алтыншы сұрақ. The weather is awful. Ауа райы өте жаман, өте нашар. It all day, яғни өте нашар дәл қазіргі болып жатырған ауа райының жай-күйі. Яғни бізде нәтиже не? Белгілі. Себебі оған дейін болған іс-әрекет не? It all day. Яғни жаңбыр күні бойы жауып тұрған. Сондықтан да ауа райы дәл қазір өте нашар болып көрініп тұр. Демек, бұл жерде қай нені қолданады екенбіз? Әлбетте has been raining. It has been raining all the day. Яғни күні бойы жаңбыр жауып тұрды. Бұл жерде has been raining present perfect continuous жағының қолданылу себебі қандай да бір іс-әрекет нәтижеге бағытталып, және ол қандай да ұзақ неге айналған, ұзақ бір периодты көрсетсе, бұл жерде период бұл оның күні бойы жалғасқандығы. Енді нұсқасы бізде дұрыс болмайды. It is raining all day деп айта алмаймыз. Ол егер ауа райы жаңбыр дәл қазір жауып тұрса, біздер it is raining now outside деп айтуымызға болады. Ал егер жаңбыр өткен шақта басталып қазірге дейін жалғасса, не болмаса бір күні бойы ұзақ периодтың ішінде орын алса, онда it has been raining сын нұсқасы present perfect continuous жағы қолданамыз. Жетінші сұрақ. I decided to him because I was wrong. Өте оңай, және магистратура тестінде міндетті түрде келетін тақырыптың бірі ол герундий. Енді мұндағы decide етістігінен кейін я герундий, не болмаса инфинитив келуі мүмкін. Сонда біздер бірден мына apologize деген сөзі, сосын apologize дегенді алып тастай аламыз. Сонда дұрыс жауап я, не болмаса в болтис. Енді decide етістігінен кейін бізде міндетті түрде инфинитив келу керек. To apologize. Герундий келмейді decide етістігінен кейін. Жалпы бар болғаны 7-ақ сұрақ. Мендегі бар. Егер басқа да сұрақтар кездесіп жатырса, онда маған осында комментарийға жазып қалдырсаңыз, не болмаса менің электронды почтама жіберсеңіздер болады. Ал егер сіздер магистратурадан ағылшын тілі пәні мұғалімдерін даярлау М019 мамандығы бойынша тапсыратын болсаңыздар, онда сіздерге комментарийда қалдырған сілтемеге байланысты басып, сол жердегі дайындық сабақтарын көрсеңіздер болады. Және менің каналыма жазылып, лайк басып, және достарыңызбен басқа да WhatsApp группаларында бөлісуді ұмытпаңыздар.
себебі алдағы уақытта дәл осы секілді тест нұсқалары және ағылшын тіліне байланысты дайындық материалдары менің каналымда периодты түрде өте жиі шығарылып тұратын болады. Келесі видеода көріскенше.